Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жасалуы өте оңай творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керекті сары май, ұн, шекер, бір жұмыртқа және де разрыхлитель. Алдымен жұмсақ сары майымызды салып алып, оның үстіне шекер және бір жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен аппақ болғанша миксерлейміз. Одан кейін разрыхлитель мен ұнды жақсылап біріктіріп, массамызға құямыз. Солай қолдың көмегімен қамырымызды біріктіреміз. Осындай үгітілмелі қамыр дайындаймыз. Енді начинка дайындаймыз. Бізге творог, ванилин, шекер, 2 жұмыртқа қажет болады. Алдымен творогтың үстіне шекерімізді салып, одан соң ванилин және 2 жұмыртқамызды саламыз. Шанышқының көмегімен жақсылап біріктіреміз. Бізде осындай начинка дайын болды. Енді осындай 26 сантиметрлік форма, осының үстіне жақсылап жайғастырып шығамыз. Егер сіздерде осындай форма болмаса, 22-23 пен де жасай берулеріңізге болады. Осылай дайындап алдық. Енді начинкамызды құямыз. Қалауыңызша осындай ягодалар салып шығамыз. 160-170 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.